Армысыз Қасым-Жомарт Кемелұлы. Бір елдің басшысысыз, бедел ірі, халықтың халы нашар, ызасы от. Мен сізден жасырайын, неге мұны? Қазақтың айтар болсам жағдайын, санасын басып алған сары уайым, төзімнің жететінін білгендіктен жағынып жалған мақтап не қылайын? Халықты шенеуніктер қанап отыр. Қаңғыған қорқаулардай талап отыр, жаңа басшы жаңа жолға бастай ма деп, үмітпенен күллі жұрттың қарап отыр. Салғанмен астанадай шаңырақ бір, далада ауыл түңіл қаңырап тұр. Жаутаңда бірде анда, бірде мұнда, не істейміз деп жамырап тұр. Үйренген азапқа да, мазаққа да. Сабыры ұлтыңыздың ғажап дара, көп ұлтты Қазақстан дегенменен, ұлттардың ең сорлысы қазақ қана. Бас құрбан, елім үшін жүрек құрбан. Жайым жоқ, тәк мансапқа тілек қылған, әуелі Құдай сосын халықты қазақ, басқандай қамқорың жоқ тіреп тұрған. Ел дегендер экстремист саналуда, тергеусіз, тексерусіз қамалуда, полиция, комитет, прокурор сот соңынан тыным бермей шамалуда. Қол ұшын бере алмайтын қиналғанда, билікке себеп көп иланбауға, білмеймін ағортаға шеттерінен қайырымсыз, қансыз ғана жиналған ба. Сіздің жақ тек билеуді ұнатады, сол біздің еңсемізді құлатады. Арыз айтқан ауылдың мұғалімін неге қорлап кешірім сұратады? Ел тозбас бастаушысы болса мықты, бабалар баққа жетер жол салыпты. Айбымыз бар болса айтыңыздар, өкіметке не жазбек соншалықты?